Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Сабағымызды бастаймыз. Подписацияны басуды ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақта қазақ тілі 4-ші сынып сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін ажыратуды үйренеміз және дереккөздерден ақпарат алуды үйренеміз. 7-ші сабақ. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыра оқып, қарамен жазылған сөйлем мүшелеріне сұрақ қой. Не байқадың? Арнұр мұражайға келді. Арнұр мұражайға не істеді? Келді. Бір ғана мүше, бір ғана сөзден жасалып тұр. Келді, етістік. Кесенеде үлкен тайқазан бар. Кесенеде қандай тайқазан бар? Үлкен. Бір ғана сөзден жасалып тұр, яғни анықтауыш. Тайқазанның салмағы 2 тонна. Тайқазанның салмағы қанша тонна? 2 тонна. Бір ғана сөзден жасалып тұр. Сан есім. Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Әли әкесімен отырарға не істеді? Келе жатыр. 2 сөзден жасалып тұр. Етістік. Кітапханада өте үлкен кітап бар. Кітапханада қанша кітап бар? Өте үлкен. Сын есім 2 сөзден жасалып тұр. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі 28 метр. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі қанша метр? 28 метр. Сан есім. Бір ғана сұрақ қойылғанмен 2 сөзден жасалып тұр. Иә, балалар? Сөйлем мүшесі бір сөзден де, бірнеше сөзден де жасала береді. Яғни, олай болса, дара мүше дегеніміз не? Бір ғана, жеке ғана сөзден жасалған сөйлем мүшесін, яғни бір ғана сөзден жасалатын болса, онда ол дара мүше деп аталады. Мысалы, Марал кесенеге келді. Марал кесеге не істеді? Келді. Бірақ сөзден жасалып тұр, иә? 2 немесе одан да көп сөзден жасалатын болса, онда сөйлем мүшесін күрделі мүше деп атайды екенбіз. Мысалы, Марал кесенеге келе жатыр. Марал кесенеге не істеді? Келе жатыр. Бұл жерде күрделі мүше келе жатыр, яғни 2 сөзден жасалып тұр. 8-ші. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Толағайдың торалаты бар. Толағай торалатыңды тағалатып ал. Күрделі мүшені тап. Оның қай сөзбен байланысқанын сызып көрсет. Күрделі мүшенің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Балалар, бұнда күрделі мүше торала және тағалатып ал. Торала аты деген сөзбен байланысып тұр. Тағалатып ал атыңды деген сөзбен байланысып тұр. Бұнда айтылуы мен жазылуына тоқталатын болсақ, торала деген кезде бұл сөз жазылғанда сөзімен әріпмен аяқталса торы, айтылғанда торала, яғни аға айналып кетіп тұр. Тағалатып ал. Тағалатып ал дегенде айтылғанда тағалатып ал, яғни п әрпі, б әрпі айтылып тұр, бірақ жазылғанда тағалатып, п әрпі жазылып тұр. 9-шы. Мәтінен күрделі мүшені тауып, неліктен күрделі мүше болатынын дәлелде. Мәтінді оқимыз. Бұндағы күрделі мүшелер өз дегенінен, құйып өсті, жатқа білетін, үнсіз қалды, жоқ тәрізді. Бұлар күрделі мүшелер. Себебі бұлар 2 сөзден жасалып тұр. Олай болса, бұларды күрделі мүшелер деп айтамыз. Ойыңды дәлелдеп үйрен. Бұлар күрделі мүшелер. Өйткені 2 сөзден жасалып тұр. Бәрі бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқарып тұр. Иә, балалар, олар 2 сөзден жасалып тұрса да, бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана қызметі атқарып тұр. Дереккөздерден Мұхаммед Хайдар Дулати туралы ақпарат іздеңдер. Мұхаммед Хайдар Дулати
1499 жылы туып, 1551 жылы туған. Ол әйгілі тарихшы, әдебиетші болған. Ол кісінің «Тарихи Рашид» деген кітабы бар, және «Жаһаннама» деген дастанның авторы. Дулати Жетісу жерінде Дулат тайпасының өмірлерінің ұрпағы. 10-шы сөйлемді көшіріп жаз. Талабы жоқ бала білімнен құр қалады. Ол Құрманғазының Айжан қызын тарта жөнелді. Мұғалім оған түсіндіре бастады. Сәуленің әкесі ұзын бойлы адам екен. Біздің мектепте 800 оқушы бар. Сөйлем мүшелеріне талда. Олардың қайсысы дара, қайсысы күрделі мүше екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Бұнда күрделі мүшелер талабы жоқ, құр қалады, Айжан қызын түсіндіре бастады, тарта жөнелді, ұзын бойлы, 800. Талабы жоқ қандай? Сын есім, құр қалады. Не істеді? Етістік. Тарта жөнелді. Не істеді? Етістік. Айжан қызын. Нені? Ұзын бойлы. Қандай? Сын есім. 800. Қанша? Сан есім. 11-ші. Суреттерге қарап, сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып жаз. Алатай бәйгеде озып келді. Байжан сурет салып отыр. Бақта шиелер көп. Асан мен Үсен шахмат үйірмесіне жазылды. Күрделі мүшелер озып келді және салып отыр. Күрделі мүшелер сөйлемнің қай мүшесі екенін айт. Күрделі мүшелер қай сөз табынан жасалған? Салып отыр, озып келді. Бұлар күрделі мүше болып тұр. Және етістіктен жасалып тұр. Яғни, қай сөйлемнің қай мүшесі дейді. Яғни, баяндауыш болып келеді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сабақ ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.